Жан Салихты өлтірген қылмыскердің портреті деп Эмердің суретін көрсетеді. Құдірет Эмердің суретін көріп, өз көзіне өзі сене алмай жерге құлайды. Сима Карам, бұл қалай болғаны? Неге Эмерді қылмыскер деп айыптап жатсыңдар дейді. Жан Салих ағаны қалай өлтіргенін көрген куәгер бар екен. Оның сипаттауы бойынша робот қылмыскердің портретін сызды. Эмер қылмысы әшкере болатынын біліп қашып кетті дейді. Каран, Эмер ұсталғанда мен оның өмірін тозаққа айналдырамын дейді. Каран барлығының алдында Джейланнан кешірім сұрайды. Эмер ұсталады. Каран Джейланға Сима мен Эмердің сыбайлас екенін айтады. Сима Каран менен күдіктенбейді деп ойлайды. Каран Симаның бөлмесіне барып Симаны тұншықтырады. Эмер бәрін мойындады. Ағамды өлтіруге сен тапсырыс бердің. Мелтен бар, шындықты білген соң оның көзін құрттың. Осы үйде болған бар жамандықтың артында сен тұрдың. Нағыз қанішер сенсің. Не үшін ағамды өлтірдің, жауап бер қане дейді. Джейлан, Каран өлтіресің. Олай жасама. Баламыз үшін қой дейді. Сима, мен сен үшін жасадым. Сені алғаш көрген күннен бастап ғашық болдым. Атанам болса мені Салихқа күйеуге берді. Менің бар арманым саған тұрмысқа шығу еді. Сен болсаң мені көзге ілген жоқсың. Сен үшін өмірімді тәуекел етіп бәрін жасадым. Ал мынау Джейлан сен үшін ештеме де жасай алмайтын еді. Мен сияқты сені ешкім сүймейді дейді. Құдірет ханым Симаның ұлын өлтіргенін естіп Симаның шашынан жұлып сені өз қолыммен өлтіремін дейді. Құдірет қолына пышақ алып Симаны өлтірмекші болады. Бірақ Сима сыртқа қашып шығады. Джейлан артынан барып ұстап алады. Полицейлер келіп Симаны ұстап алып кетеді. Лейла мен Ферит үйленеді. Бір жылдан соң Каран мен Джейлан ұлды болады. Атын Салих деп қояды. Құдірет Әлияға звондайды. Әлия анасымен бірге тұрады. Құдірет Мелтемге сәлем айтып демалыста қонаққа шақырады. Джейлан Каранға екеуі ең алғаш кездескенде ағашқа байлаған тілегінің орындалғанын айтып, тағы да тілек тілеп ағашқа байлайық дейді. Сима жындыханадан қашып кетеді. Полицейлер оны ұстап алып қайтадан қамап қояды. Жан Симаның өтірік жынды болып жүргенін, жақында жынды емес екені анықталып түрмеге қамалатынын айтады.